Kenyeksan Matyanov hocamız Kazak folklorunda kökberi kavramıyla ilgili motifler ve konular adlı sunumunu gerçekleştirecektir. Sayın hocam buyurunuz lütfen. Бүкіл түркі дүниесінің ата жұрты қазақ даласының көкбөрілерінен ыстық сәлем жолдауға рұқсат етіңіздер. Көкбөрі жөніндегі ең алғашқы, ең көне аңыз Алтайда пайда болған сіздер білесіздер. Сіздерге сол Алтайдан сәлем. Менің баяндамам қазақ фольклорындағы көкбөрі концептіне қатысты мотивтер мен сюжеттер деп аталады. Сіздер жақсы білесіздер, көкбөрінің бүкіл бейнесі ол фольклорлық санада қалған. Сондықтандағы фольклордағы мотивтер мен сюжеттер біздің бүкіл түркі дүниесінің санасындағы көкбөрінің бейнесін танытады. Міне осы мысалда мен сіздерге қазақ фольклорындағы көкбөрінің бейнесі жөніндегі айтқым келіп тұр. Қазақ халқында қасқыр, бөрі, итқұс, көкжан, көкшулан, арлан сияқты атаулар көкбөрі концептіне айналғанда символдық қастерлік қасиеті жоғары мәнге ие болады. Sayın hocam. Бұл жерде неге көкбөрі деп аталады деген дүние? Kurt imgesinin Türk halklarının folklorunda çok önemli bir yer tuttuğunu, aynı şekilde canlı bir biçimde Kazak bozkırında da yaşadığını anlattı bize. Көне түрік құлпытастарында көк тәңірге табыну, көк аспанды құдірет тұту мінәжаты айқын көрініп отырады. Көк түріктер деген атаудың өзі тәңірдің бұйрығымен құрылған мемлекет деген түсініктен шыққан. Көк тәңірі жерден бар тіршіліктің иесі деген ұғым көне түріктік мифтік дүниетанымның арқауы. Қазақтарда көктеу, көгеру деген сөз әлі күнге өсіп өну, жаңару, жасару деген ұғымда қолданылады. Қазақ тілінде бүкіл өсімдік атаулыны түсіне қарай жасыл демейді. Оларды көк деген сөзбен бейнелейді. Содан барып көгеру, көктем ұғымдары пайда болған. Көк бөрі ұғымының арғы тегі де дәл осылай оның тәңір мен көкпен байланысын көрсетеді. Иттің иесі болса, бөрінің тәңірісі бар деген мәтел соның айқын дәлелі. Қазақтар тұлпар аттың жақсы адамның тұқымын көктің тұқымы, нағыз қара көктің өзі деп әспеттейді. Қазақ фольклорында көк, тәңір деген сөздер тіркес күйінде бірге қолданылады. Құдай деген мағынада қабат қолданылса, кейде бөрінің орнына бірі синоним ретінде де жүреді. Қазақтың ауызекі сөйлеу тілінде аспанның орнына көк сөзі жиі қолданылады. Қазақтар аспанды аспан демейді, көбінесе көк дейді. Оған қоса тәңір деген сөзді қосып қолданылады. Жайшылықта көк сөз тек сын есім ғана емес, ол аспан Құдайдың құдірет күшін танытатын қастерлі сөз. Ол ұғым қазақтар арасында көрші қақысы, тәңір қақысы деген мәтінде көктен берсін, көк соқсын, көк тігілсін деген сияқты алғыс қарғыстарда сақталған. Көкбері, көкбер, көктің тұқымы сөздерінің де мағыналық түп тамыры осы ұғыммен барып тіреледі. Қазақтарда көкке көтеру деген тіркес ардақтау, мақтау мағынасында. Қазақтар ханды сайлаған кезде ақ кигізге салып көкке көтеретін болған. Тілек тілеген кезде көктен тілейді. Осының бәрі көктің, тәңірдің қасиеттілігін көрсететін ұғым. Kazaklarda tıpkı Orhun abidelerinde kullanıldığı gibi Tengri, yani hanın bir şey üzerinde yükseltilmesi, hanın göğe yaklaşması, yukarıya kaldırılması anlamına geliyor. Bu da Tengri ile Türk arasındaki bağlantıya bir atıf olarak ortaya çıkıyor dedi. Қазақ арасында ырымдар мен тиымдар тәмсіз сөздерде өте көп. Олардың бір қатары мынадай: иттің иесі болса, бөрінің тәңірісі бар. Қасқырдың терісін сыпырсаң да, тектілігін сыпыра алмайсың. Keşfiniz. Çok güzel bir söz söyledi. İtin sahibi varsa kurdun Allah'ı var.
Evet. Evet. Қасқырдың терісін сыпырсаң да, оның тектілігін сыпыра алмайсың дейді. Қазақтың көне рулары көкбөрінің бейнесін байрағына ту етіп ұстаған. Қасқырға байланысты мәселен көп сөздер бар. Соның тағы бірі қасқырдың тісін, тырнағын бойтұмар қылып қазақтар мойнына тағып жүретін болған. Kurt pençesini Kazaklar boyunlarına uğur olarak takıyorlar. Bu gelenek hala devam ediyor. Әйелінің аяғы ауыр кезде ер адам түсінде көкбөрі көрсе, онда ол текті бала туады дейді. Hanımının ayağı ağrısa eğer erkek, onun kocası rüyasında bozkurt görürse onun hastalığı geçecek anlamına geliyor. Yorumlanıyor, böyle yorumlanıyor. Жолға шыққан адам алдынан қасқыр шықса, жолы болады деп ойлайды. Қасқыр еш уақытта иттің күшігін бауырына баспайды. Ал ит қасқырдың күшігін бауырына basa береді. Diyor ki çok hoş sözler bunlar. Bir de espri de içerdiği için özür diliyorum hepinizden. Diyor ki kurt itin yavrusuna asla basmaz. Yani onu asla parçalamaz. Ama it kurdun yavrusunu parçalar. Фольклорлы туындылардағы көкбөрі бейнесіне қатысты мотивтерді саралай келе төмендегідей етіп топтастыруға болады. Бірінші, тотемдік миф. Мұнда көкбөрі рудың ұлттың арғы тегі ретінде көрінеді. Яғни жаумен соғысып қырылған халықтан ер бала аман қалады. Аман қалған баланы көкбөрі асырап өсіреді. Олардан жаңа ұрпақ тарайды. Екінші, көкбөрі құтқарушы мотив. Мұнда көкбөрі бас қаһарманды немесе тұтас халықты апаттан құтқарады, яғни қиналғанда жол көрсетеді. Yani yol göstericilik özelliğine atıfta bulunuyor. İkinci kurtarıcı motif. Şimdi üçüncüyü söyleyecek. Evet. Үшінші мотив жолбасшылық мотив. Мұнда көкбөрі жарық сәулеге айналып, батырға жол көрсетіп отырады. Бұл мотив рухани бағыт беруші күштің бейнесі ретінде көрінеді. Төртінші, қастерлік, сакральный мотив. Қазақ халқы бөріні қасиетті жануар деп есептеген. Иттің иесі болса, бөрінің тәңірісі бар деген. Иттің қарғысыға бөріге жетпейді деген мақал мәтелдерден бөрінің қастерлі рух екендігі көрінеді. Bizdeki it yürür, kervan yürür karşılığı. Бір жалпы миф, аңыз және ертегілердегі қасқыр бейнесі негізінен мынадай сюжеттік желілерге құрылады. Бірінші, қасқыр туралы көне түркілік сюжеттердің тобында панасы қалған жас сәбилерді немесе дәрменсіз жандарды қасқыр асырайтындығы туралы. Екінші, көптеген мифтік сюжеттерде қасқыр мен адам некелеседі. Мұндай некенің нәтижесінде бүтіндей бір халық дүниеге келеді. Мәселен, күйеу қасқыр, дудар қыз, қасқыр мен жігіт сияқты ертегілерде. Үшінші, қасқыр мен адам баласының одағы. Мұнда мифологиялық аңыздарда қасқыр қысылған халыққа көктен нұр кейпінде түсіп, ажалдан арашылайды. Қорыта айтқанда, қазақ фольклорындағы қасқыр көкбөрі концепті ұлттың дәстүрлі дүниетанымын байқататын мәдени кодтардың бірі деуге болады. Ол мифтік, символдық және этикалық мәнге ие, мағынасы терең концепттердің бірі. Фольклордағы көкбөрі мотивтері мен сюжеттері арқылы қазақ халқының дүниені қабылдау жүйесін, фольклорлық сананың терең қатпарларын танимыз. Және оның түрік халықтары мұраларымен байланысып жатқан типологиялық тамырластығын танимыз. Сондықтан қасқыр көкбөрі концептін тек мифтік сананың көрінісі ғана емес, түрік халықтарының тарихи тамырластығын, рухани бірлігін танытатын аса өзекті символдық бейне деп танимыз. Сондықтан дағы көкбөрі бейнесін қазіргі жас ұрпақтың
sanasına singirүү bizdin basты mіндеттерimiz. Рахмет сіздерге.